отбасылық бюджет болғанда бізде мысалы жолдасым табатыны ай сайын 300 мың табады, 350 мың табады, енді әр айда әртүрлі. Но бірақ біздің кірісімізде шығысымыз көп. Бір айға жетпейді, қарызға батып кетеміз. Жаңағы кредит бар, үйдің коммуналкасы бар, үйдің арендасы бар. Жетпейді. Конечно, каспиретке аламыз, или кредитке аламыз, или болмаса жаңағы магазиннен барып қарыз сұраймыз. Солай күн көреміз. Қалай түсіндірсем болады? Енді әкем анам ғой, әкем анам ақша тауып келеді, сол кредит жауға жетпейді, қайтадан үстіне кредит алып, короче. Сөйтіп, бір айдың кредитін 2 жылға кредит алып жауы. Сондай кездер болған. Ой, кетеді, әжептәуір кетеді енді. Ипотекамыз бар, кредитіміз бар, күнкөрісіміз бар. Кетеді, әжептәуір кетеді. 500 кетеді шығар. Жетіп тұр өзімізге. Енді мен өзім жеке кәсіпкер болғаннан кейін әртүрлі болады, бірақ шамамен ол ортамен айтқанда 400 мың теңге болады. Отбасында келіншегім істейді, бірақ зарплата 120 мың теңге. Өзім қалған ақшаны табатын өзім. Шығыстарымыз соған жеткіземіз ғой қалайда. Бірақ жетпейді шынымен. У меня получаю пособие вот это 70 тысяч куда, а продукты дорогие очень можно. 160 мың мен алам жұмыс істеп пенсияға. Ол жетпейді, сол үшін мен басқа жерде жұмыс істеймін. Шығын да көп, кіріс те көп. Жетеді, Аллаға шүкір. Айна ма? Айна бір 450 мың, 5 мыңдай ғой. Отбасы кездеске. Ал шығындарыңыз? Шығындарыңыз почти 800 мыңдай ғой, миллиондай ғой. 450 мың табасыз, бірақ 800 мың шығынданасыз, иә? Қалай жетіп жатыр? Құдайға шүкір, жетті қазір.